Барша қазақстандықтар назар аударсын. Сәлеметсіздер қымбат көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз және лайк басуды ұмытпаңыз. 186 мың теңге көп баласы бар отбасы қанша жәрдемақы алады? Қазақстанда көп бала отбасыларға мемлекет тарапынан ай сайын жәрдемақы төленеді. Оның мөлшері отбасындағы бала санына байланысты өзгеріп отырады. Негізгі жәрдемақы егер отбасында 10 бала болса, әр балаға 15.728 теңгеден есептегенде 157.280 теңге. Қосымша төлемдер көп балаларға берілетін арнайы марапаттарға байланысты қосымша жәрдемақы қарастырылған. Алтын алқа иегері 29.097 теңге, күміс алқа иегері 25.165 теңге. Жалпы есеп, егер алтын алқа иегері болса 186.377 теңге, егер күміс алқа иегері болса 182.445. Осылайша 10 баласы бар ана 186 мың теңгеге дейін жәрдемақы алады. Жәрдемақы алу әйелдің түріне байланысты болады. Зейнетақы жинағы 11 айда 4 триллион теңгеге өскен. 2024 жылы 11 айында қазақстандықтар зейнетақы жинақтары 4 триллион теңгеге өсіп, 21,9 триллион теңгеге жеткен. Зейнетақы қорындағы активтерге 11 айда 2,7 триллион теңге инвестициялық табыс есептелген. 11 айдағы өсім 29,5%-ға тең. Инвестициялық портфельдердің басым бөлігін мемлекеттік бағалы қағаздар мен Қазақстан эмитенттерінің корпоративтік бағалы қағаздары құрайды. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры активінің негізінен ұлттық банк басқарады. Ал инвестициялық портфельді басқарушыларға зейнетақы жинағының 63,2 миллиард теңгесі басқаруға берілген. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында ел бойынша 12,3 миллион адам зейнетақы жарнасын аударады. Оның басым бөлігі міндетті зейнетақы жарналарын аударатындар. Ерікті зейнетақы жарнасын төлейтіндер қатары 436 мыңға жете, 68 мың аса адамға міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары аударылады. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.